елдің жырын жырлаған, қайғысында толғаған, домбырасыз ешқашан жүрекке ем қонбаған. Домбырасы сән қайда, домбырасы сән қайда, ән мен күй бар өмірде отта лаулап жанбай ма? Домбырасы сән қайда, домбырасы сән қайда, ән мен күй бар өмірде отта лаулап жанбай ма? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Енді бүгін сіздердің құрметтеріңізге ұлым Абдурахим екеуміз қазақтың қарагер домбырасы, көне аспабымыз, қазақтың салт дәстүрі, қазақтың тарихы болған домбыраның кереметтей қысқаша ғана домбырасын үйретіп таныстыратын боламыз. Ал енді Қадыр Мырзали атамыз айтқандай, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Сол себепте онда осы арнайы сіздердің құрметтеріңізге домбыраны енді шамалы таныстыра кетейік. Енді балам, үйреніп ал, жаттап ал, өміріңе керек болады ертең. Бұл домбыраның ең бірінші пернелері болады. Түсінікті ма? Сосын мына жерде тұрған домбыраның екі шегі, астыңғы шек, үстіңгі шек. Үнінің барлық шығуы осы екі шекке байланысты. Және де домбыраның құлағын, күйін дұрыстайтын осы екі құлағы бар. Және де тиегі болып, сосын бет пердесі, сосын және де осындай шанағы деп домбыраның құрылыстары осылай аталады. Енді ат ойнаған жерде түк қалады деп кешегі сал серілеріміз осы көкше жерін мекендеген ақан сері атамыз, біржан бабаларымыз осы кереметтей домбыраның қадір қасиетін бүгінгі күнге дейін арнайлап жеткізіп кеткен. Енді біз осы ұрпақтарымызға арнайлап домбыраны және де осындай кереметтей қазақтың мың әндерін үйретіп рухымызды көтеретін болсақ, қазақтығымыз осындай тамаша әрмен қарай жалғаса береді. Баршаларыңызға мыңда бір рахмет. Осы ұлымыз екеуміздің шалғын ғана осы қазақи домбыраны түсіндірген сабағымыз осы болды. Рахмет.